Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге балалардағы тіс қайрау жайында айтатын боламын. Оны медицина тілінде бруксизм деп атайды. Бруксизм шайнау бұлшықеттерінің спазмы салдарынан түнгі ұйқы кезде тістердің еріксіз шықырлауы. Бұл кезде жақ бұлшықет жиырылуы еріксіз түрде жүреді. Бруксизмнің негізгі себебі шайнау бұлшықетінің дисфункциясы. Яғни балада қандай да бір стресс, қорқыныш және мазасыздық жоғары болған кезінде осындай реакция көрсетеді. Және де ол жүйке жүйесінің кейбір аурулары кезінде де болуы мүмкін. Сонымен қатар бруксизм ұйқының бұзылуымен бірге жүреді. Және бруксизмнің тағы бір себебі прикустың дұрыс болмауынан да болуы мүмкін. Және де балалардың тісі шығып жатқан кезінде тістері қышығаннан, яғни иектері, балалар сода тістерін қайрайды. Және де тістерді қайрау, яғни бруксизм гельминтозбен, яғни ішек құрттарымен мүлде байланысты емес. Сондықтан да бруксизм кезінде ішек құрттарын іздеудің мүлде қажеті жоқ. Және бруксизмнің дамуына мұрын қуысы аурулары да себеп болуы мүмкін. Аденоидит, синусит, ринит сияқты аурулар. Ұзақ мерзімді бруксизм ол тістерге зақым келтіруі мүмкін. Яғни тіс эмалі зақымданып, эмальдің жарықтары пайда болып, тіс ыстыққа, суыққа сезімтал болады. Және тістердің мүжілуіне және сүт тістердің мерзімінен ерте түсуіне алып келеді. Енді бруксизм кезінде қандай ем қолданылады? Бруксизм кезінде арнайы дәрілік препараттар спазмды төмендету үшін беріледі. Яғни магний, кальций препараттары берілуі мүмкін, және Б тобының дәрумендері және де тыныштандыратын дәрілер де қосылады. Және міндетті түрде стоматологтың кеңесін алған абзал. Балаларға арнайы жұмсақ, яғни тіс эмальдарына зақым келтірмейтіндей кап кигізіледі. Олар өте жақсы әсер етеді балаларға. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал сіздің балаңыз тісін қайрай ма?